Баршаңызға сәлем. Бүгін Мексика кухнясының тағамы quesadilla жасаймыз. Ең алдымен тауық етін турап аламыз және қызып тұрған табада қуырамыз. Сарымсақты турап қуырамыз. Дәмдеуіштерімізді салып араластырамыз және піскенше бетін жауып қоямыз. Енді қызанақты ұсақтап тураймыз. Және ірімшіктерімізді үгіткіштен өткізіп аламыз. Дайын болған тауық етімізді ыдысқа салып, жүгері және қызанақ салып, барлығын араластырамыз. Қызып тұрған табаға лаваш, үстіңгі жарты бөлігіне ірімшік, салмасын саламыз және тағы да ірімшік салып, жауып қоямыз. Екі жағында қызартып аламыз. Quesadilla дайын болды, ас болсын.